Біз Бахауланы бізді біріктірген үшін жақсы көреміз. Қазіргі таңда біз бірге тамақтанамыз, бірге қызмет етеміз, және бұл оның арқасында. Біз Бахауланың көмегімен көптеген жаңа нәрселерді түсіндік. Ол бізге Құдайды сүюді, оған қоса өз арамызда махаббат пен бірлік құруды үйретті. Сол себептен біз бүгінде бірге тамақтанамыз және бөлісеміз. Құдай бізді жарылқады. Біздің қазіргі таңда істеп жүрген әрекеттеріміздің барлығы Бахаула ашылымына әбден байланысты. Кездесу болған кезде, бас қосқанда, бірге дұға оқығанда, бұл барлығы бірін-бірі танитын және өзара тығыз байланысқан әдемі қауым тәрізді. Өзімнің көршілерім жайлы көбірек білетіндігім, осында тұратын балаларды, жасөспірімдерді жақсырақ танитындығым, бұның барлығы Бахауланың ашылымы және ілімдеріне байланысты. Иә, менің жанұям ұлғайды, ол 2 есе, 3 есе көбейді. Бахауланың бізге бергені бұл жергілікті тұрғын болу дегеннің не екенін түсіну. Және Құдайдың бізді бөлеген нәрселерінен әлемнің қалған бөлігіне үлесімізді қосу міндеті. Біздің арамызда болып келген Құдайдан келген соңғы пайғамбарлар немесе елшілер қыс мезгілі мен көктемгі шақ туралы айтқан болатын. Ал Бахаула болса көктемгі шақ. Әңгіме өрбіп келеді. Құдай елшілерінің ілімдері арқасында ілгерілеген адамзаттың өрлеу тарихы жайлы әңгіме адамзатты оның даму кезеңдеріне жетелеп келгенін, ал қазір оның толысып жетілу шағының арайлап атқан таңын қамтиды. Құдай елшілері адамзат үшін белгілі бір хабар алып келетін ұстаздар тәрізді. Олардың хабары өздері пайда болатын уақытта өмір сүретін адамзаттың қабілеттеріне сай бейімделген. Қазір осы заманның Құдай елшісі Бахауланың уақыты. Бахауланың мақсаты күллі адамзатты біріктіру, шығу тегі алуан түрлі нәсілдер, таптар мен халықтарды біріктіруді көздейді. Бахауланың ілімі жер бетіндегі әрбір елдің көршілестіктері, елді мекендер мен қалаларын өзгерте отырып, миллиондаған адамдарды шабыттандыруда. Бахаула адамзаттың сипатын толығымен өзгерту үшін әлем жағдайына ішкі әрі сыртқы өзгерістерді жүзеге асыру үшін келді. Бахауланың ілімі ауқымы жағынан кең, табиғаты жағынан терең. Оның негізгі қағидасы соқыр нанымның барлық түрлерінен арылу, ер мен әйел адамдардың теңдігін ілгерілету, кемсітілгендерді көтермелеу, және экономикалық әділеттілікті қалыптастыра алатын халықтар мен ұлттарды байланыстыратын сол бір маңызды қарым-қатынастардың трансформациясынан туындайтын адамзаттың бірлігі. Бахауланың осынау ілімі оқшаулану мен бөлінудің соңын білдіреді. Бұл күллі адамзаттың бір отбасы екенін мойындайтын.
халқының алуан түрлілігін қамти отырып, біріккен әлем құратын уақыт. Бұл адамзат тарихының жаңа тарауы. 200 жыл бұрын бастау алған тарауы. Парсы елі, 1817 жыл. Әлем ұйқыда. Дүниеге айрықша сәби келгенде, таң шапағы көрінген дағдылы күн еді. Ол кейін Бахаула деген атпен танымал болады. Балалық шағында Бахаула ханзада секілді өмір сүрді. Оның әкесі атақты үкімет уәзірі болған, ал оның ата-бабасы Парсы елінің ұлы әулеттерінен шыққан болатын. Бахаула тамаша бала болды. Ол ақыл санасы жағынан өте дарынды еді. Оның көз қарасымен жүріс тұрысы, онымен кездескен адамдардың барлығын таң қалдырған. Ересектер бір-бірінен Бахаула жайлы жиі сұрайтын. Осы жас бала біздің өзімізден асып түсетін таным түсініктің осындай деңгейі мен мәнеріне қалайша ие бола алады? Оның берген жауаптары сондай терең болатын. Олар оның ешқашанда мектепте оқымағанына таң қалатын. Оның ақыл санасы мен руханилығы барлығынан асып түсетін. Есейе келе, Бахаула молшылық пен танымалдыққа толы өмірден теріс айналып, оның орнына өзін мұқтаждар мен езілгендерге көмектесуге арнай бастады. 22 жасында Бахаула сол заманның дәстүріне сай, үкімет министр ретінде әкесінің орнын басуы тиіс еді. Бахаула қарапайым азамат ретінде қала беруді таңдап, министр дәрежесінен бас тартты. Күннен күнге мұқтаждық көрген адамдар саны көбейе берді. Ол оларға көмектесті. Таңның атысынан күннің батысына дейін оған адамдар ағылып келіп жатты. Сол себептен ол кедейлердің атасы атағына ие болды. Ол барлығын тең жақсы көрді. Барлығына өз өмірін арнады. Өз-өзін құрбан ету оңай нәрсе емес. Басқалар үшін құрбан ететін адам ерекше тұлға. Ол махаббат деген ұлы қабілетке ие. Бахауланың өзінің мұқтаждарға қызмет етуге арнауы сол кездегі бекзат тұлғалар арасындағы қарым-қатынастан айрықша ерекшеленеді. Өмірінің кейінгі жылдарында ол балалық шағында болған бір оқиғаны әңгімелеу арқылы осы пәни дүние мен оның байлықтарының уақытша табиғатын айқын көрсетеді. Ол балдырған шағында өзінің үлкен ағасының үйлену тойында көрген мұқият ойластырылған қуыршақтар қойылымын суреттеп берді. Кенеттен кішкентай кейіпкерлер әрі-бері қозғала бастады. Сонда кішкентай кейіпкерлер ұлы мәртебелім келе жатыр, орындықтарды дайындаңдар деп жар салды. Ақыр соңында патшаның өзі де келіп жетті. Ол өте айбынды, паң адам еді. Оның басында жалтырап тұрған тәжі болды. Мылтықтар атылды, кернейлер тартылды. Кенеттен шатырды түтін басып кетті. Қойылым аяқталды да, 20 минуттан соң қолында шағын қорапшасы бар адам шатырдың әр жағынан шықты. Бахаула оны тоқтатып, бұл не деген қорапша деп сұрады. Сенің көрген ханзадаларың да, патша да, министрлер де, олардың барлығы осы қорапшада қамаулы жатыр деді әлгі адам Бахаулаға. Бахаула бұл әңгімені біздің физикалық тіршілігіміздің шынайы мақсатын түсіндіруге көмектесу үшін баяндап берді. Көп замай, осынау сыртқы тұзақтар, осынау көзге көрінетін қазыналар, осынау дүние қарбаласы, осы тәкаппар әрі өркөкірек жандар барлығы әлгі қорапша тәрізді қабір ішіне аттанады.
Сол себептен түсінігі бар әр адам жанарын мәңгілік мақсатқа бағыттауға міндетті. Осы әңгіме арқылы Бахаула бұл әлем болмысының өткінші екенін және оның ешқайсының ұзаққа созылмайтынын түсіндірген. Адам баласының шынайы табиғаты. Иә, осындай. Бізде осы әлемде тіршілік ететін және дүние салатын материалдық болмысымыз бар. Бірақ бұған қоса бізде Құдайдан берілетін жанымыз бар. Ол мәңгі және физикалық тән өлген соң да мәңгі тіршілік етеді. Бахауланың іліміне сай, Құдай біздің әрқайсымызды шын мәнінде бекзат болмыс ретінде жаратып, мейірімділік, әділдік және кешірімділік сияқты қасиеттер мен қабілеттермен бөлеген. Бахаула былай дейді: мен сені бекзат етіп жараттым, ал сен болсаң өзіңді кемсітесің. Өзің не үшін жаратылдың? Соның деңгейіне көтеріл. Адам баласы қоғамның жақсаруына үлес қосу үшін, өркениетті алға жылжыту үшін жаратылған және оның осыған қол жеткізуінің бір жолы өзінің бекзат жан, бекзат болмыс екенін ұғынуы. Біз жанның Құдай бейнесіне ұқсастырылып жаратылғанын ұғынғанда, әр кез біреуді көрген кезде оның терісінің түсіне, жынысына емес, ең маңыздысы оның жанына қараймыз. Өйткені адам жаны арқылы бір-бірімізді түсінеміз, барлығымыз бір екендігімізді ұғынамыз. Бахауланың біз сендердің барлығыңды бір топырақтан жараттық деген сөздері өзімізді басқалардан артық көрмеуіміз үшін айтылған. Егер әр еркек пен әйел адам осы тұжырымдаманы түсінетін болса, әлем халықтары бірігіп, ерлер мен әйелдер арасындағы теңдік орындалар еді. Бахаула бізге қоғамды өзгерту, түрлендіру үшін заңдар мен қағидалар алып келді. Бұрын әйел адамдар шешім қабылдай алмайды, білім ала алмайды деп ойлайтын. Ал қазір Бахаула ашылымының арқасында біз әйел ретінде қауымдастықта маңызды орын алатынымызды білдік. Jugamos un papel tan importante de poder participar en la comunidad. Ерлер мен әйелдер құстың екі қанаты іспеттес. Бұл адамзат осы құстың екі қанатынсыз алға дамый алмайтынын білдіреді. Сөйтіп, Бахаула ерлер мен әйелдер арасындағы теңдікті осы заманның алға өрлеуінің алғы шарты етті. Оны қабылдау керек. Бахаула адамзатты біріктіретін қағидаларды алып келді. Алуан түрлі мәдениеттері, тайпалары, нәсілдер мен әдет-ғұрыптары бар адамзат бұлардың барлығын біріктіретін қағидаларды талап етеді. Мың 844 жыл. Бахауланың мейірімділік пен рахым, түсінік пен даналығынан туындаған беделі оның туған елінде кеңінен танылды. Дәл сол кезеңде кенет әрі жігерлі қозғалыс бүкіл Парс елінде тарала бастаған еді. Баб, яғни қақпа деген есіммен белгілі болған жас жігіт, адамзатты ояту үшін және әлемді ұзақ күткен әрбір заманда уәде етілгеннің келуіне дайындау үшін пайда болған. Бахаула оның ісінің көрнекті қолдаушысы болды. Бірақ бабтың іліміне билік басындағылар қарсы шықты. Дін басылар мен үкімет оны айыптап, оның ізбасарларын қуғынға ұшыратты. Мыңдаған адам өлтірілді. 1850 жыл. Тебриздегі әскери алап. Баб қайғылы жағдайларда ату жазасына кесіліп, өлтірілді.
Баттың өлімінен соң оның ізбасарларын қуғындау жалғаса берді. Мыңдаған жан шейіт болды. Бахаулаға жалған айып тағылып, оны тұтқындауға бұйрық берілді. Оны қамауға алды, оны шынжырлады, оны ұрып соқты, оны жалаң аяқ жүруге мәжбүрледі. Бұдан кейін оны сияқчал, яғни тура мағынасында қара шұңқыр деп аталған зынданға тастады. Бұл жер өте қараңғы еді. Бірде-бір жарық түспеді. Кірерге есікте таппайсың. Бұл жер адам сенгісіз, лас, әрі жиіркенішті еді. Менің айтқым келгені, бұл жердің қандай болғанын сипаттап берудің өзі мүмкін емес сияқты. Бахауланың мойнын ауыр шынжырмен орап тастаған. Шынжырдан қалған із оның мойнында өмір бойына қалған еді. Осы қайғылы оқиғаға көз тастағанда, осыған қараған кезде жүрегің қан жылайды. Адамдар сүйіктінің келуін мыңдаған жылдар бойы күтті. Содан кейін олар оған осындай іс жасады. Бірақ дәл осы қара шұңқырда Бахаула Құдайдан өзінің осы заманға жіберілген келтірушісі екені жайлы аян алады. Тегеран абақтысында жатқан күндерде шынжырдың қажаған ауырлығы мен сасық ауасы әзер ұйықтатса да, сол бір сирек көз шырымын алған сәттерімде, заңғар таудың шыңынан жерге қарай ақтарыла құйылған алапат су ағысы тәрізді, менің басымның төбесінен кеудеме қарай бір нәрсенің төмен аққанын сездім. Бұдан кейін ол, өзінің аузынан ешкімнің де қабылдауға мұршасы келмейтін шумақтардың шыққанын айтты. Дәл сонда, сол бір сұмдық жағдайларда, сол бір нұрлы сәтте, сол бір жарқыраған сәтте, сол бір жарық, оның өзінде көрініс тапқан сәтте, бұл қиялға сыймайтын қарама қайшылық қой. Бұл алда болар көптеген нәрселердің бастамасы, және біз бұның әсері бар екенін көрдік. Сол бір мезеттен бастап, Құдай ашылымы күллі адамзатқа әсерін тигізіп келеді. Бахаула қара шұңқырда 4 ай бойы өте ауыр азаптарды бастан кешірді. Оны жанұясымен бірге туған жерінен мәңгілікке жер аудару бұйрығы берілді. Сырқат, әрі әлсіз ол, қыстың қақаған аясында Загроз тауларынан Бағдадқа қарай сапар шекті. Бұдан оның өмірінің қалған 40 жылына созылатын қуғын сүргін кезеңі басталады. Әзірше, оның тәңірлік мұратының шындығы жасырын қалады. Жылдар өтіп жатыр. Бахаула Күрдістан аймағындағы тауларға көпшіліктен оқшаулану мақсатымен қу далаға аттанады. Онда ол өзін 2 жыл бойы дұға және медитацияға арнайды. He immerses himself in meditation and prayer for 2 years.
At length, Ақыр аяғында abandoning my үйімді home and және all that ондағы was бар therein, нәрсені тастап, and және өз renouncing my өмірім мен life оған and all тиесілі that барлығынан pertained бас thereunto, тартып, мен жалғыз I retired өзім alone және and еш серіксіз companionless. жалғыздыққа I аттандым. roamed the Мен wilderness of мойын сұнғандық resignation. даласында birds of саяхаттадым. the air Тегі were my құстар менің companions, жолдастарым, and the ал beasts of the даладағы field аңдар my associates. менің серіктерім болды. Бұл The кезең period is reminiscent Будданың of the Бодх meditation Гаяда of Buddha ой at толғатуын, Bodh Gaya. Исаның The 40 40 күн days мен and 40 nights түн that Jesus шөл spent далада in the өткізгенін, Мұхаммедтің нұр retreat of тауында Muhammad to the оңашалануын mountain of еске Nur. салады. Уақыт In өте time, келе, the сол people in маңдағы the area халық become Бахаулы aware of жайлы the біліп, presence of оның Baha'u'llah, ұлылығы жайлы and stories әңгімелер of his аймаққа greatness тарап spread кетті. throughout the region. Ол бізге сонау тауларға, алқаптар мен үңгірлерге келгенде, ол өмірінің алаңсыз 2 жылын өткізді. Бұл жағдайдың қарама-қайшылығына назар аударыңыз. Ол аса қиын, әрі жайсыз өмір сүрді. Дегенмен де оның ең бейқұт 2 жылы осы жерде өтті. Ұрпақтан ұрпаққа бұл естелік адамдар санасында сақтаулы қалды. Осы күнге дейін адамдар әлі де болса осы жайында айтады. Ол Бағдадқа оралғанда қауымдастық үшін бұл ұлы шаттық пен той думан уақыты болды. Әлбетте, Бахаулланың тұлғасы әркімді де баурады. Ол жайлы естігендер келіп, онымен әңгімелескісі келді. Бұған қоса, көбісі Бахаулладан ақыл кеңес сұрап келетін. Бахаулла Бағдадта тұрған кезде көптеген адамдар оны көру үшін келетін. Ол болса, оларды зор махаббатпен қарсы алатын. Бахаулла бейбітшіліктің, теңдік пен достықтың атынан кек алуды бұрыс көріп, жақсы мінез, пәктік, адалдық, сенімділік, шыншылдық, бірлік пен адамгершілік қағидалары жайында айтты да үйретті. Бұл оның әкелген үндеуі. Бахаулла ашылымының өміршең сөздері оның қаламынан ғажайып жылдамдықпен және күшпен ағылып жатты. Ғұмырында қаламынан 100 томнан астам жазба түсірілді. Олар өз кезегінде 800-ден аса тілге аударылып қойды. Бахаулла Бағдадта болған кезінде адамзат мінезін толықтай өзгертуге, яғни өзін сырттай да, іштей де көрсететін, ішкі дүние мен сыртқы жағдайларға да бірдей әсер ететін өзгеріске мұрындық болу әрбір ашылымның мақсаты емес пе деп жазған еді. Құдай бізге елшілерін немесе ұлы ұстаздарын жібереді. Және осы ұстаздардың әрқайсысы Құдай ашқан сөздерді түсіреді. Ал Құдайдың қазіргі күнге арнаған сөзі Бахаулла ашылымы. Құдай сөзі адам жанын өзгертетін күшке, қабілетке ие. Алайда адамзат оны пайдалануды үйрену қажет. Сонда бұл тек маған ғана емес, менің жеке басымның өзгеру үшін емес. Бұл менің қауымдастығымның өзгеру үшін бағытталады. Құдай сөзін түсінуді үйренген сайын, біз адамзаттың жақсаруына үлес қосу үшін күш-жігерімізді салуға деген өзіміздің қабілеттерімізді өсіруді үйренеміз. Міне ол қызмет ету мен табынуда көрінгенде, Құдай сөзі осы кезде жанданады. Бахаулла ашылымын тек сөзбен жеткізу қиын. Оны тіпті қалайша суреттеп айтуды да білмейсің.
Ең алдымен ол сені өзгертеді. Содан кейін сен балаларды оқыта бастайсың. Және оларды оның ілімінің ықпалымен тәрбиелейсің. Жанұядағы қарым-қатынас та жақсы жаққа өзгере бастайды. Сол кезде сен қызмет ету түсінігін дамытасың және оны қоғамға жеткізуді қалайсың. Маған Бахауланың бәріміз түрлі түсті, пішіні әрқилы және тағы басқа қасиеттер бар гүл бағына ұқсаймыз деген ілімі қатты ұнайды. Осылайша біз бәріміздің бір екенімізді ұғынамыз. Ал бәріміздің бір екенімізді түсінгендіктен біз сол бірлік үшін жұмыс істеуіміз қажет. Осылайша сол бірлік үшін жұмыс істеу барысында біз басқаларға көмектесеміз, оларға қызмет етеміз. Осы күндері өзіңнің уайымдарың, тілектерің төңірегінде шоғырлану және солардың төңірегінде өмір сүру соншалықты оңай. Бахаула бізді өз-өзімізден бас бұрып, іс жүзінде басқалар жайында ойлауға жігерлендіреді. Сен бақыттың, шын мәнінде сен өзіңнің жеке басыңның тілектерін жүзеге асырып жатқан кезде емес, ал іс жүзінде сен басқаларға көмек көрсетіп жатқанда, немесе олардың істей алмай жатқан нәрселерін жүзеге асыруға көмектескен кезде келетінін байқайсың. Өз қауымдастығыңа қызмет ету және бұған басқаларды да ынталандыру мен үшін ой өрісіме үлкен өзгеріс әкелді. Бахауланың маған ұнайтын бір дәйек сөзі бар. Онда ол әлемнің жақсаруына таза әрі игі істер, мақтауға тұрарлық әрі өнегелі қылықтар арқылы жетуге болады деген болатын. Бұдан кейін мен өзімнің күнделікті өмірімде қандай игі істер жасай аламын? Құдайды қуантатын және мен өзімнің өмірім мен қоғам өмірінде пайдаға асыратын істер қандай деген ойлар толғандырады. Дәл қазір біздің өмірдегі мақсатымыз қызмет ету. Біздің айналамызда нәсілшілдік әлі де баршылық. Қаралар ақтарға қарсы, тіпті басқа ұлт өкілдеріне де қарсы. Бірақ бұдан кейін біз барлығымыз біргеміз де, бізде сол байланыс орнатылады. Және де бұл қауымдастық пен әлемге бірлік әкелу дегенді білдіреді. Бахауланың сөздері адамдардың түсінік танымдарын нығайтады және қауымдастықтағы адамдарға өздерін жігерлендіруге және бірге жұмыс істеуге жағдай жасайды. Менің өз қауымдастығымда көріп жүрген жақсы қырлар бұл адамдар бір-бірімен араласа бастағанда және махаббат пен бірлікті көрсете бастағанда олар өздерінің әр алуан білімдерін бөлісіп бір-бірінен үйренеді. Құдай тек азған адамдар тобы үшін емес, әрқайсымызға білімді артқан. Күшке бөлену бұл менің кім екенім жайында, менің айналамда ненің бары жайында. Құдайдың адамзатқа арнаған мақсаты жайындағы білімге ие болу. Осыны түсінсек, біз басқалардың да осы білімге жетулеріне және өздерінің қабілеттеріне сай өзгеріске үлес қосуларына көмектесудің жолдарын іздей бастаймыз. Бахаула кедейлерді оқыту үшін, оларды емдеу үшін, сауықтыру үшін және әлсіздерге көмектесу үшін келді. Бахаула осы үшін келді. Өзгеріс уақыты келді. Әрекет етудің ескі әдісі енді жоқ. Қатты соққы бергенде көпшілігіміз үміттерімізді жоғалта жаздадық. Бахаула ашылымы бізге табандылық рухын иеленуге көп көмегін тигізді.
Бахаула өзінің ашылымын Таннаға жеткізгенде, оның осы аралға жасаған ықпалы зор болды. Дауыл әсерінің күші адамдардың бойында болған рухани күшке қарсы тұра алмады. Адамдар үміттерін жоғалтудың орнына, олар керісінше көтерілді. Бұл олардың бойында болған заттың физикалық тұрғыдағы дәлелі. Олар өздерін іс-әрекетке жетелеген Құдай күшінің ашылымына ие болды. Олар үміттерін жоғалтпады. Мың 1863 жыл. Бахаула мен оның ілімінің ықпалы парсы елінің билеушілерін ызаға булықтыра берді. Олардың шұғыл талабымен Осман сұлтаны оны өзінің туған жерінен алшақ аймаққа жер аудартады. Бағдаттан аттанбас бұрын Бахаула өзінің серіктерін 12 күнге Тигрис өзенінің бойындағы Резван деп аталатын баққа жинады. Раушан гүлдер өскен желілер бойында, оның шатырында Бахаула көпшілік алдында алғаш рет өзінің осы күнге арналған Құдайдың уәде етілген елшісі екенін жариялады. Осы сәттен бастап адамзат тарихында жаңа дәуір басталды. Бәрі өзгере бастады. Бахаула түрткі болған өзгерістер көлемі, оның осы күндерге қатысты айтқан сөздерінің кейбірінде астыртын айтылған. Жасырулы болған енді ашылды. Құпия болған енді келтірілді. Жұмақ есігі айқара ашылған, және мәңгілік бұлттары нұрын төккен күнді қарсы алу үшін ояныңдар. Әсері келешек сансыз ұрпақтарға жететін оның сөздері рухани күш қуаттың толысқан толқындарын қозғалысқа келтірді. Бахаула өзінің жанұясымен және серіктерімен қоса Осман империясының ең түкпіріне жер аударылды. Алдымен Стамбул, содан кейін Едірне. Билеушілер оның сенімін түбегейлі жойып жіберуге үміттенді. Бірақ Бахауланың ықпалы тоқтаусыз жалғаса берді. Жылдар өтті. 1868 жылы ол қайттан жер аударылды. Бұл жолы Осман империясының қиырындағы қатал да алыс жатқан абақты қала Аккаға айдалды. Бахауланың жанұясымен бірге Аккаға келуін суреттеп беру өте қиын. Аптап ыстық, қапырық. Осы абақты қаланың теңіз жағалауындағы айлағынан оларды осы қараңғы әрі тар көшелер бойымен алып келді. Бахаула мен оның жанұясын жұпыны жағдайдағы тоз-тозы жеткен ғимарат абақтыға жеткізді. Олар абақтының күзетшілерінен ішетін су сұрады. Бірақ күзетшілер оларға су да, тамақ та беруден бас тартты. Ақыр соңында олар әрең дегенде бірдеңе бергендей болды. Бірақ бұл суы ішуге жарамсыз болды. Осы күндері бұндай жағдайлардың салдарынан достардың арасындағы үшеуі қайтыс болды.
Бахаула өзінің азаптары жайында өзінің қасиетті жазбаларында жазып кеткен. Ол біздің құлдықтан босауымыз үшін ауыр шынжырлардың салмағына төзуге мәжбүр болды. Және адамзатты босату үшін ұлы қамалда тұтқын болуға көнді. Біздің бақытты да қуанышты өмір сүруіміз үшін ол қайғы қасірет тостағанын түбіне дейін ішті. Sebab kah bebas manusia dan sanggup kingot cawan penderitaan abadi hinggalah ia hampas sebab kingot manusia nesui riang gembira. Сендер асқақтасын деп, біз қорлыққа көндік. Уа Құдай бірлігіне сенушілер, және сендер шалқып гүлдесін деп, біз сансыз қиындықтарға төздік. That ye might prosper and flourish. Бахаула қуғын сүргін және абақтыда жатқан кезінде өзінің дәрежесін осы күнге арналған Құдай елшісі ретінде ашық мәлімдей отырып, сол кездегі монархтар мен билеушілерге хаттарын жолдаған. Бахаула осы хаттарды империялар заманда өмір сүрген әлем билеушілері мен патшаларына арнап жазған. Бұл кезең әлемнің көп бөлігін аз ғана билеушілер тобы басқарған уақыт болатын. Бахаула бұл билеушілерді маңызды істерге шақырды. Бұл бейбітшілікке деген және әлем мықтылар өздерінің адамдарын езгіге алмайтындығына кепіл беруіне арналған шақыру болатын. Осы тұтқынның осындай жан түршігерлік жағдайда сол кездегі билеушілер мен патшаларға өз халқын аяушылық және әділеттікпен басқару жайында өзінің жетекшілігін ұсыну үшін хат жазғаны сондай ғажап. Оның жазған үндеуі бойынша билеушілер өз халқына құлақ асуы қажет, кедейлердің мүдделерімен санасуы қажет, және өздерінің барлық істерінде ақылдасып кеңесулері қажет деген хабарды жеткізген. Ақылдасып кеңесу қағидасы адамдарға бар ойларын ақиқатты іздеп табумен баршаның игілігіне қол жеткізуге шоғырландыруға мүмкіндік беретін шешім қабылдау әдісі. Ақылдасып кеңесу арқылы адамдар тобы өздерінің ойларын ашық білдіріп бөлісе алады. Содан кейін ұжыммен, топ бірлігінің күшімен кеңесу арқылы біз ұжымдық шешімдер қабылдай аламыз. Біздің бірлікті нақты құралуымыз Бахауланың бізге сыйлаған ең үлкен сый шапағаты. Бахаула әдеттен тыс нәрсе жасады. Өмірінде ешқашан мектепке бармаған адамның университетке барған адамдармен бірге жүргендерін және осы адамдардың ортақ пікірге келу мақсатымен мәселелерді бірге талқылағандарын көру өте сирек кездесетін жайт. Кеңесу көпшілікке даусын жеткізу әдісі ретінде қызмет ете алады. Бахауланың үйретуі бойынша бұл барлығына арналған. Біздің әрқайсымыз осы үрдіске толығымен қатыса аламыз. Сондай-ақ бұл жер бетінде әділеттік орнатуға, барлық топтардың ұжымдық үрдісте қатысу міндетіне, артықшылығына және құқығына ие болуына тығыз байланысты. Біз әлемде қаншама адамдардың азап шегіп жатқанын, адамзат баласының қаншама әділетсіздікті, қаншама қиындықты бастан өткізіп жатқан жасыру, күннен күнге қиындап бара жатқан заманда өмір сүріп жатырмыз. Біз әділетсіздіктен жай ғана арылғымыз келмейді. Біз іс жүзінде әділеттілікті орнатқымыз келеді. Біз басқалармен әрекет ету жоспарын, шешімдерді, біздің қоғамымызда орын алған кешенді қиындықтардың көпшілігіне жауап беру жолдарын табу үшін біріккенде, бұны бірлік орнататын, ынтымақтастықты нығайтатын, келісімді құратын әдіспен жасауымыз керек. Бахауланың іліміне сай, әділетті болу қабілеті, жанымыздың ақиқатты жалғаннан ажырата алу қабілеті, бізге әділ ниетті адам болуға, басқаларға тең дәрежеде қарауға мүмкіндік беретіндігі осы үрдіске өте қажет. Іс жүзінде әділеттік бірлікті орнату үшін ең керемет құрал болып табылады. Қазір біз бірліктің не екенін анағұрлым кең ауқымда қарастырамыз. Мәдениетіміз, тіліміз, ұлтымыз әртүрлі бола тұра, барлығымыз бірміз. Өйткені барлығымыз бір Құдайдың балаларымыз.
The world Әлем is in great ұлы turmoil, дүрбелеңді бастан кешіп жатыр. and the minds of Және its халқының people санасы are in a state әбден of utter абыржуда. confusion. Біз We ең entreat the құдіреттіден Almighty оларды that he may өзінің graciously әділеттілігінің illuminate даңқымен them with the glory рахымдылық of танытып, his justice, нұрландыруын, және and оларға enable them қандай to да болмасын discover жағдайда that which will әрі be барлық profitable уақытта unto them пайдаларына жарайтынды at all тауып алатын times қабілет and under беруін all өтініп conditions. жатырмыз. Қаула, абақты қала, Акканың дуал қабырғасының әр жағында 9 ай бойы қамауда жатты. Уақыт өте келе, қала басшылығы оны жақсы көре бастады, және оған әбден сүйсіне бастады. Ақыр соңында олар сұлтанның бұйрығымен өтінішін елемей, Бахауладан тіпті қаланың бұғауынан кетуін өтініп жалбарынды. Ақыр аяғында ол қала қақпасынан тыс орналасқан Бахджи деп аталатын орынға көшіп барды. Өмірінің соңғы 12 жылын Бахаула Бахджиде өткізді. Көптеген көрнекті тұлғалар оны көру үшін келіп жүрді. Олардың бірі Кембридж университетінің профессоры Эдвард Гренвилл Браун еді. Ол өзінің алғашқы кездесуімен одан алған терең әсері жайлы жазған болатын. Мен өзімнің үлкен пәтерде тұрғанымды түсіндім. Өне бойым масаттана діріл қағып, өзімнің бөлме ішінде жалғыз емес екенімді анық ұғынғанша, бір немесе 2 секундтай уақыт өткен еді. Қабырғаға тақалып тұрған диван орналасқан бұрышта таңғаларлықтай құрметті бір адам отырды. Оның өткір көз қарасы әр жанның ішіндегісін оқып тұрған сияқты еді. Мен патшалар қызғана қарайтұғын, және императорлар бостан-бос күрсінетұғын махаббат пен адалдықтың өзегі болып табылатын оның алдында елгенімде, кімнің алдында тұрғанымды сұраудың қажеті де жоқ еді. A mild, dignified voice bade me be seated, and then continued. Сен тұтқын мен қуғындалушыны көруге келдің. Біз әлемнің гүлденуі мен халықтардың бақытты болуынан басқа ештеңені қаламаймыз. Барлық ұлттардың бір дінде бірігіп, күллі адамзаттың бауырлас болуында, адам балаларының арасындағы өзара сүйіспеншілік пен бірлік байланысының нығая түсуінде, нәсілдер арасындағы айырмашылықтың жойылуында, осының бәрінде қандай зиян болуы мүмкін? Сонда да еш өнімсіз алауыздықтар мен талқандаушы соғыстар келмеске кететіні пешенеге жазылған. Сосын ең ұлы бейбітшілік орнайды. Мың 892 жылдың мамыр айы. Адамзат үшін бастан кешкен азаптар мен қуғын сүргіннің 40 жылынан кейін Бахаула осы Бахджиде дүние салды. Қазірде қайта қалпына келтіріліп, әсемделген оның жатқан жері күллі әлемнің миллиондаған адамдар үшін қажылық ошағы мен рухани жүрегі. Бұл адамдар Бахауланың әділеттік, бірлік және теңдік жайлы ілімін
іс жүзінде жүзеге асыру үшін өздерінің елдеріндегі қауымдастықтарында күнделікті атсалысып жатыр. Бахаула шақырған өзгеріс таңғаларлық ауқымға ие. Ол жай ғана қоғамдық құрылымдар мен адамдар арасындағы өзара қарым-қатынас деңгейінде бірлесуге шақырып жатқан жоқ. Сондай-ақ, адамзаттың бірлігі қағидасын жүзеге асыру үшін қарым-қатынастарды қайта тұжырымдау және қайта ойластыруға шақырады. Сонымен қатар, бұл басқалармен бірлесуді, басқалармен өзара қатынасуды және тәжірибеден үйренуді. Бұдан кейін бар нәрсені осы тамаша, әр орасан зор көрініспен салыстыруды талап етеді. Бахаула әлемде бейбітшіліктің орнайтынын болжаған еді. Осылайша, ауылға да бейбітшіліктің келетініне еш күмән жоқ. Кей адамдар, оның ішінде мен де бармын, барлығын біріктіру мүмкін емес. Өйткені адамдардың пікірлері әр түрлі деп ойлайтынбыз. Бірақ біз енді Бахауланың айтқаны шындыққа айналады деген нық сенімдеміз. Оның ашылымның ықпалы қазіргі таңда біздің қауымдастығымызда сезіледі. Қариялар, жастар және басқа да адамдар барлығы бірге мәселені талқылап жатқанда ой бірлігі көрініс табады. Бахауланың келуімен әр адамның рухани қабілеті ашылды. Бахауланың іліміне, оның ашылымына ерсек, біз өз үйімізде-ақ жұмақта жүргендей боламыз. Мен Панамадағы қауымдастықтан боламын. Бұл толығымен сауатсыздыққа батқан байырғы қауымдастық еді. Бірақ Бахаула ашылыма келген бойдақ, ойлау жүйесі мен мәдениетімізге қатты әсер ете бастады. Бұл адамдардың бойындағы өзгерістерді тудырды. Бахаула жанұяның, адамдардың, нәсілдің білім алуы жөнінде айтқан. Және алғашқы рет достар білімнің дербестік алудағы ең күшті шамшырақ екенін түсінді. Егер Бахаула ашылымы біздің қауымдастық сияқты жерлерді өзгертуге қабілетті құдіретті жарық тәрізді болса, оның әлемдегі кез келген қауымдастықты өзгерте алуы неліктен мүмкін емес? Pueda transformar a cualquier pueblo en cualquier parte del mundo. Бахауланың бұл замандағы миссиясы бұрынғылардікіне қарағанда өзгеше ауқымға ие. Руханиланған әлемдік өркениет құру жайында айтқандарымыздың тұрғысында бұл бір жаңа өркениет. Біз әр қилы қауымдастықтар түрлерін құруға, шын мәнінде зор талпыныстарда басқалармен бірлесуге, бірлікке, әр түрлі тектен шыққан адамдармен бірге жұмыс істей отырып қызмет етуге арналған Бахаула іліміне сай келетін басқа мәдениет құруға тырысып жатырмыз. Міне, бұл біздің Бахаула ашылымда көретін, адам нәсілінің бірігуі болып табылатын, адамзат дамуындағы келесі жаңа сатыға жетелейтін дін тұжырымдамасы. Әңгіме жалғасын табуда. Бұл адамзаттың Құдаймен табысуы. Яғни, әрбір жан толыққанды қатысушы ретінде саналатын ауылды аймақтар мен көршілестіктерде, қалашықтар мен үлкен қалаларда әлем бойынша кеңейіп келе жатқан табысуға.
Бұл зор үміттерге толы, әрі Бахаулланың сөзімен нұрланған табысу. Кімде-кім қалауын бауырына берсе, соны Құдай жарылқайды. Өз жүрегіңнің бағына махаббаттың раушан гүлін ғана ек. Біз бір ағаштың жемістеріміз, бір бұтақтың жапырақтарымыз. Жер беті бір ел, ал адамдар оның азаматтары. Бірлік жарығының қуаты сондай, тіпті күллі жер бетін нұрландыра алады. Осы қуғындалушының қиындықтары мен қайғы қасіреттерді басынан кешуіндегі, киелі шумақтарда шудағы және дәлелдерді келтірудегі мақсаты адам жүректерінің көкжиегі келісімділік жарығымен нұрланып, шынайы тыныштық пен бейбітшілікке жету үшін тек өшпенділік пен алауыздық отын сөндіру ғана болатын.